Баршаңызға сәлем достар, менің ПП рецепттер каналыма қош келдіңіз. Бүгін духовкасыз өте оңай дайындалатын, әрі дәмді шығатын рулет дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық ингредиенттер описаниеда жазылған, ендеше дайындайық. Алдымен печеньені блендермен ұсақтап аламыз. Бананды блендермен езіп аламыз. Үлкен шұңғылдау ыдысқа ұсақталған печенье, банан және 2 ас қасық какао қосып араластырамыз. Осындай қолға жабысып тұратындай жұмсақ масса шығуы қажет. Крем дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ сүзбеге ванильді құм шекер, қаймақ және табиғи бал қосып блендермен езіп аламыз. Кивиді алдын ала тазартып, дайындап қоямыз. Пищевая пленка жайып, мана дайындаған массамызды қолмен, оқтаумен немесе қасықпен біркелкетіп, 4 бұрышты етіп жаямыз. Үстіне крем салып, жан-жағынан 1-2 сантиметрде орын қалдырып, кремді біркелкетіп жағып шығамыз. Орын қалдырмасақ, рулетті ораған кезде крем жан-жағына шығып кетуі мүмкін. Кивилерімізді бір жағына біркелкетіп орналастырамыз және рулетімізді ораймыз. Пищевая пленкамен қаптап, 3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 3 сағат өтті, рулетті алып кесе беруге болады. Осындай өте дәмді рулет шықты. Дайындалуы аз уақытта алатын өте дәмді, ерекше осындай рулет шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.